Сәлем достар, біз сіздермен бүгін өте керемет дәмді қытырлақ крылышки жасайтын боламыз. Дәл кестедағыдай шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. 1 ас қасық суға 2 шай қасық паприка, 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық имбир және де 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық сұйық май және де 1 кесе суды құйып жақсылап араластырамыз. Бұл бізде маринад. Және де бұны крылышкемізға құямыз, жақсылап араластырамыз. Содан кейін бетін пищевой пленкамен жауып 2 сағаттан артық холодильникқа қойып қоямыз. Бұл бізде жақсылап сіңу керек. 1 кесе ұнға 2 шай қасық паприканы салып жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнымызға крылышкиді батырып суға саламыз. Суға салғаннан кейін біз қайтадан ұнға батырамыз. Содан кейін жақсы қызған майға салып крылышкемізді қуырамыз. Алтын түсті болу керек. Мінекей біздің крылышкеміз дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шықты. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Өте қытырлақ, сочный, өте керемет болып шығады.